16-шы Дина Нұрпейісова атындағы жалпы орта білім беретін білім ордасы. Мен Абдыкерім Айзере, номер 16-шы Дина Нұрпейісова атындағы өзін-өзі басқару ұйымының қамқорлық фракциясының жетекшісімін. Қазақстан Республикасы күніне арналған үздік репортаж байқауына қатысушымын. Байқауға қатысудағы нақты мақсатым өзін-өзі басқару ұйымының қызметін насихаттау, төменгі сыныптың ұл қыздарына үлгі болып көшбасшылыққа тәрбиелеу, өзімді өзім жан-жақты етіп дамытып, Қазақстан Республикасының саналы азаматшасы мен дарынды жастарының қатарынан болу. Мен Бектен Байтасымын, номер 16-шы Дина Нұрпейісова атындағы жалпы орта білім беретін мектебінің президентімін. Менің міндетім мектептегі фракция жетекшілеріне бағыт-бағдар беру және де оларды қадағалау. Біз Қазақстан Республикасы күніне арналған үздік репортаж жарысына үлес қосып атсалысамыз. Мен Амандосова Арайлым, номер 116-шы жалпы орта білім беретін мектептің экология және еңбек фракциясының жетекшісімін. Менің мақсаттарым мен міндеттерім оқушыларды еңбектенуге үйрету, табиғат пен адамдардың қарым-қатынасы туралы түсіндіру және де табиғатты қорғауға бағыттау. Мағжан Жұмабаев атамыз арыстандай айбатты, жолбарыстай қайратты, қырандай күшті қанатты мен жастарға сенемін деп айтып кеткен. Ендеше өз еліміздің дарынды жастарының қатарын көбейту мақсатында біз аянбай еңбек етуге дайынбыз. Өзін-өзі басқару ұйымында әртүрлі фракция жетекшілері бар. Олардың әрқайсысы да оқушылардың қызығушылығын арттырып дамытады. Мейірімділік әлемді құтқаратын, адамдардың жанын жылытатын күннің көзі. Жүректегі мейірімділік арқылы адам баласы жақсылық жасауға ұмтылады. Дәл осы істер арқылы біз бар асыл қасиетті бойымызға тартамыз.